Қазіргі қоғамда қызу талқыланып жатқан мәселелердің бірі көшедегі қаңғыбас иттердің көбеюі. Бұл жай ғана тұрмыстық проблема емес. Бұл қауіпсіздік мәселесі. Соңғы уақытта әсіресе балалар мен қарттарға шабуыл жасау фактілерінің жиілеуі халықтың алаңдаушылығын күшейтті. Халық қанша мәрте дабыл қақты. Әлеуметтік желілер толы шағым. Соның нәтижесінде бұл мәселе ақыры билік мінберіне жетті. Мәжіліс депутаттары қаңғыбас иттерді аулап, ұйықтату туралы заң жобасын ұсынды. Алайда қоғам екіге жарылды. Бір тарап: адам қауіпсіздігі бірінші орында дейді. Екінші тарап: жануарға да жанашырлық керек дейді. Гуманистік көзқарасты ұстанатындар иттерді ұстап, емдеп, қайтадан босатуды ұсынады. Қағаз жүзінде бұл ізгі шешім. Бірақ өмірде ше? Қызық бір парадоксқа келдік. Ресми есеп бойынша бір ит пен мысықты арнайы клиникада ұстау үшін айына 55 мыңнан 74 мың теңгеге дейін қаражат жұмсалады. Ал балаға берілетін жәрдемақы шамамен 17 мың теңге. Мәжіліс депутаты Нұргүл Тау осы айырмашылықты ашық көрсетіп, әрбір ит пен мысыққа және бір балаға бөлінетін қаражат көлемін нақты тарқатып берді. Бір итті стерилизациялау құны 24 мың 10 теңге, кастрациялау құны 17 мың 244 теңге, вакцинациялау құны 7 мың 713 теңге, ал эвтаназия 11 мың 571 теңге екен. Иттерді тәуліктік күтіп бағу құны 5 мың 885 теңге. Нәтижесінде осы бағдарлама аясында бір итке операциядан кейінгі жалпы шығын орта есеппен 74 мың теңгені құрайды. Ал мысықтар бойынша дәл осыған ұқсас. Жалпы шығын бір мысыққа шамамен 57 мың теңге. Ал енді осы сандарды әлеуметтік саладағы нақты көрсеткіштермен салыстырып көрейік. 2026 жыл көп балалы отбасыларға төленетін жәрдемақы 4 балалы отбасыларға айына 69 мың 330 теңге, 5 балалы отбасыларға 86 мың 673 теңге, және дәл осылай 8 және одан көп баласы бар отбасыларға әр балаға 17 мың теңгеден төленеді. Осылайша біз бір жануарға бір реттік немесе қысқа мерзімді кезеңде 57 мыңнан 74 мың теңгеге аралығында қаражат жұмсай отырып, ал әрбір балаға ай сайын 17 мың теңге шамамен шектеліп отырмыз. Бұл тек сандардың айырмашылығы емес, бұл нақты статистика. Ал аз десеңіздер, мектепте балалардың сапалы тамақтануын толық қамтамасыз ете алмай отырмыз. Бір баланы тамақтандыру күніне 460-720 теңгеден аспайды. Бұл жағдайлар демографиялық саясатқа да, адами капиталдың сапасына да тікелей әсер етеді. Сонда сұрақ өзінен өзі туындайды. Біз кімге басымдық беріп отырмыз? Одан бөлек мәселенің қаржылық ауқымы да аз емес. Мәжіліс депутаты Еділ Жаңбыршин мәліметінше, 2022 жылдан 2026 жылға дейін қаңғыбас жануарлар мәселесіне мемлекеттік бюджеттен 14 миллиард 900 миллион теңге бөлінген. Бір қызығы сол панажайлардың 69-ы мемлекетте жұмыс жасайды екен, соның 4-і мемлекеттік, қалғандарының бәрі 65-і жекеменшік. Яғни барлығы да осы айтып отырған отлов, стерилизация, вакцинация, возвратқа қатыса алады, мүмкіндіктері бар. Енді осы қаржылар қайда кетті? Егер ол қаржылар алынған болса, осы жаңа айтып отырған қайтарымды модельге пайдаланған болса, неге иттің саны өседі? 13%-ға 4 жылда өсіп кеткен, 28%-ға адамдарды қабу, тырнау деген мәселе жаңағы өскен. Оның ішінде бұралқы иттердің саны көп қауып алған. Бірнеше осы өңірлерде құтыратын ауруға адамдар душар болған. Міне сондықтан біздер бірнеше депутат, 13 депутат мен бастаған бас прокуратураға және ұлттық қауіпсіздік комитетіне, финанстық мониторинг жасайтын агенттікке өзіміздің хатымызды бүгін жолдадық. Тексерсін, ақшаны қайда жіберді, бюджеттің ақшасын, неге ол тиімсіз жұмсалды ма, жұмсалмады ма, кім қатысты, осы аулау, стерилизация, вакцинацияны жүргізді ма, жүргізбесе, оны неге жүргізбеді. Сондықтан бұл қаржылық мәселені тексеруіміз керек. Бұл жерде мәселе жануарды жек көруде емес. Мәжіліс депутаттары Мұрат Әбенов пен Еділ Жаңбыршин осыны ашық айтып отыр. Қаңғыбас иттер бойынша біз жақсы заң шығардық. Азаматтардың талабы бойынша өңірлерге барамыз, адамдар қайта 2-3 жыл болды қайта айтып отқан. Ит көбейіп кетті көшеде.
1 миллионға дейін ит бар, қаңғыбас ит. Адам талау көбейіп кетті. Bir күнде 113 адам талайды екен ит. 113. Соның 100-і кішкентай балалар, оқушылар. Біз заң шығардық. Қараңыздар, әлеуметтік желіні қарасақ, кілең біз қарсымыз деп ақпарат шығып жатыр. Арнайы ұйымдасқан топтар қарсы шығып жатыр. Бүгін қарасам президентке жазыпты. 100 мың адам заңға қарсы деп. Қалған халық қайда бізді қолдағандар? Неге сіздер үндемей отырсыздар? Депутат Жаңбыршинға шабуыл жасап жатыр. Депутат Жаңбыршин дұрыс заң шығарған жоқ деп жатыр. Олардың бұрынғы заңы қандай? Итті ұстау керек, операция жасау керек. Оны емдеп 15-20 күннен кейін больницада жатқызуымыз керек екен. Сосын вакцина жасап қайттан көшеге шығаруымыз керек екен. Бұл қалай? Қанша ақша кетеді? Bir күн 5 мыңнан 15 мыңға дейін ақша кетеді. Өте көп ақша, өте қымбат бұл. Ал енді соған біз заң шығарсақ, болды, ұстадық, ұйықтатуымыз керек дейтін болсақ, анау қарсы шығып жатыр. Осы заңды қолдағандар, сіздерді қолдап жазсаңдар, комментарий жазыңдар, пост жазыңдар, лайк басыңыздар. Не болды? Жеме-жемге келгенде анау қарсы шығатындар ұйымдасқан аудитория. Кім үшін заң шығардық? Олар үндемей жатады. Лайк басуға, комментарий жазуға, мақала жазуға қолдарыңыз келмей ме, қайдам? Қолдасаңыздаршы. Айтыңыздар. Не сіздер қолдамасаңыздар қалай шығарамыз міне? Олардың пікірінше миллиардтаған қаржыны қаңғыбас жануарларды ұстауға жұмсағанша, сол қаражатты халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағыттау керек. Шынымен де көп ақша болды. Шынымен қарап отырсаңыз, бір балаға 17 мың теңге төлейміз. Бір баланың шығыны деп түсініңізді, көп балалы отбасыларға. Ал ит пен мысыққа енді бақылаусыз етпейміз. Оның бәрін орны болу керек қой. Бірақта қаражатты бөлген кезде үкімет дұрыстап қарау керек. Қай салаға керек? Біз адами капитал дамытуға жібереміз бе, жоқ әлде ит пен мысықты ұстағанға беруіміз керек пе? Соны кішкене қорытындылау керек деп ойлаймын. Шынында да мемлекет ең алдымен кімді қорғауы тиіс? Қауіпсіздікке зәру бала ма? Әлде бақылаусыз қалған жануар ма? Әрине, өркениетті қоғам жануарға қатыгез болмауы керек. Бірақ өркениетті қоғам ең алдымен өз азаматтарының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бұл даусыз қағида. Қазір ұсынылып отырған ұстап емдеп қайта жіберу тәсілі мәселені шешпей. Керісінше оны айналып өтеді. Себебі ит қайтадан көшеге келеді. Ал қауіп сол күйі қалады. Демек, біз эмоциямен емес, нәтиже беретін нақты саясатпен жүруіміз керек. Бұл жерде таңдау адам немесе жануар емес. Бұл ретсіздік немесе жауапкершілік таңдауы. Егер мемлекет нақты, батыл шешім қабылдамаса, бұл мәселе ертең тағы да қайталанады. Тағы да бір бала зардап шегеді. Тағы да қоғам шу көтереді. Сонда ғана емес, дәл қазір шешім керек. Өйткені кез келген қоғамның деңгейі ең алдымен адамның қадірімен өлшенеді. Құрметті азаматтар, бүгін біз маңызды таңдау алдында тұрмыз. Бұл жай ғана қаңғыбас иттер мәселесі емес. Бұл балаларымыздың қауіпсіздігі, қоғамдағы әділет және мемлекеттің басымдықтары туралы мәселе. Жылдар бойы бұл проблема шешілмей келеді. Шабуыл көбейді, халықтың алаңдаушылығы артты. Сонымен қатар бұл салаға миллиардтаған қаржы бөлініп жатыр. Мәжіліс депутаттары Еділ Жаңбыршин, Мұрат Әбенов және Нұргүл Тау көтерген мәселе ақшаны тиімді жұмсау, адам қауіпсіздігін бірінші орынға қою және нақты нәтиже беретін шешім қабылдау. Біз жануарға қатыгез болуды емес, ретсіздікті тоқтатуды қолдаймыз. Біз қауіпсіз көшелерді қолдаймыз. Біз әділ саясатты қолдаймыз. Біз балалардың амандығын қолдаймыз. Егер сізде осы ұстанымды қолдасаңыз, дауыс беріңіз. Бүгінгі таңдауыңыз ертеңгі қауіпсіздік.